дауыс өшірілді. Сұрақтарыңызды чаттарға жазып отырыңыздар, көріп отыратын болам. Ал бастайық. Жалпы Қазақстан тарихы білесіздер, иә? Жалпы ұбт 20 қана сұрақ. Ең маңызды, яғни екі контексттен тұрады, и обычный сұрақтар бар. Енді біз обычный сұрақтарынан бастап талдауды бастайық. Бірінші сұрақ. Жауаптарын чатқа жазып отырыңыздар. Евразия даласында көшпелі мал шаруашылығына көшудің басты себебі не болды дейді. Тезірек. Яғни басты себебі не болды? Жақсы. Жауабы дұрыс. Жауабы А болады. Яғни бізде басты себеп ол құрғақшылық. Негізгі. Тек қана құрғақшылық емес, тағы да басқа бір себептер бар. Жалпы бізде көшпелі мал шаруашылығы бұрында, яғни базада айтатын отырықшы, таза көшпелі және жартылай көшпелі деген сияқты. Көшпеліге ауысудың бірінші себебі ол құрғақшылықтың етек алуы. Екінші себептердің бірі ол ат әбзелдерінің пайда болуы. Яғни ат әбзелдерінің пайда болуы дегеніміз ол жерде жаңағы жылқыны көлік ретінде пайдалана алғандығымыз. Яғни бұл үлкен бір плюстың болады. Екінші себептердің бірі ол бізде мал басының көбеюі. Яғни мал көп болғаннан кейін жаңа бір қоныс керек болды. Сол үшін де осы жалпы көшу пайда болған екен. Түсінікті ме? Бұл бізде ерте темір дәуірі аймақтарына жатады негізінен. Яғни сосын андай нәрсе бар, оқушылар. Қуаңшылық деген нәрсе бар, жұт деген нәрсе бар. Екеуінің айырмашылығын түсініп алыңыздар. Қуаңшылық ол бізде көбінесе жаз айларында жаңбыр жаумай қояды, құрғақ, и соның кесірінен шөптер құрғап қалады. Бұл бізде қуаңшылық деп атайды. Келесі бізде жұт деген бар, қатты аяз кезінде мұз болып қатып қалады, и ана малдар өздерінің шөптерін ала алмай, сөйтіп тоже қырылады. Яғни бізде екі үлкен ең бір маңызды қазақтарға, яғни зардабын тигізетін факторлар бар. Сосын ана нәрсені біліңіздер. Жалпы бізде маусым өзі 4 маусым бар: қыстау, көктеу, жайлау, күзеу. Ең қаттысы, қорқыныштысы ол бізде қыстау. Өткен анау казинода ва-банк дейді ғой, дәл сол сияқты қыста біз ва-банк болып кіреміз. Неге? Бүкіл малымызды тігіп кіреміз. Окей, кеттік. Енді келесі сұрақ. Екінші сұрақ. Қарахан мемлекетінде билік жүргізген ақсүйектер шыққан тайпа дейді. Жауабы, тезірек жауап берейік. Жауабы. Қараңыздар. Жалпы Қарахан мемлекетінде жүргізген ақсүйектер, жалпы бірінші Қарахан мемлекеті туралы бір айтып кетейік. Қашан өмір сүрді, қай ғасырларға тән, иә? Қарахан мемлекеті бізде өмір сүрді 942 12-12. Егерде сіз бұны ғасырға айналдыратын болсаңыз, қай ғасырлар аралықтары? 10-шы ғасыр және де 13-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Енді Қарахан мемлекеті оған дейін өмір сүрген мемлекеттің бірі ол бізде Қарлұқ деген. Қарлұқ деген мемлекет болған. Қарлұқ қағанатының хронологиясы бізде жазайық 756 және де 940 жылдар аралықтарында. И әр елдерде негізінен басқаратын бір ақсүйектер болған, яғни кішігірім тотемдіктерде болған. Мысалы, жауабы бұл жерде жігіл и яғма деген болады. Яғни жігіл и яғма. Не үшін басқалар болмайды? Бірінші, бұлақ ташлық, яғни бұлақ, ол егерде сізде вариантта бұлақ, яғни Қарлұқ болса, сіз жауап берер едіңіз бұлақ деп. Қарлұқ егерде болса. Ташлық айтылмайды жалпы. Ал Дулу Нушиби ол бізде батыс түрік қағанатында. Яғни батыс түрік қағанатында Дулу мен Нушибилер арасында соғыс болды деп келеді. И сосын билікке Нушибилер Ешбар елтеріс деген келді деп тоже ол да айтылады екен. Енді қараңыздар. Енді Ашина болса, Ашина туралы не айтамыз? Ашина ол жерде бізде Ашина туралы айтамыз, ол
түркілердің, яғни билікке келетін әулеті түрк қағанатының ашина әулетінен отырды деп айтылады. Түсінікті ма? Яғни осы мәліметтерді тоже біліп жүрейік. Енді жалпы Қарахан мемлекеті туралы тағы да бір деректер айтайық. Қарахан мемлекеті олардың астанасы біріншіден Баласағұн қаласы болған. Астанасы Баласағұн қаласы. Баласағұн деп жазып қояйық. Баласағұн қай өзеннің бойында орналасқан? Баласағұн қай өзеннің бойында орналасқан? Оқушылар ұмытпаңыздар, Баласағұн бізде ол Шу өзенінің бойында орналасқан. Яғни Шу өзенінің бойында орналасқан қандай десе, яғни сіздер айтасыздар Баласағұн қаласы. Окей, кеттік келесі нәрсе. Келесі нәрсе, жалпы Қарахан мемлекетінде Қарахан мемлекетінен шыққан атақты мысалы ғалымдардың бірін айтайық. Ол бізде бас уәзір болған атақты адам Жүсіп Баласағұн. Жүсіп Баласағұн. Түсінікті ме? Жүсіп Баласағұн немесе Жүсіп Баласағұни. Жүсіп Баласағұн ол ұбт-ға келіп жүр, қазіргі таңда хас хажип атанған, бас уәзір атанған атақты ғалым, атақты түрколог, яғни біздер кім? Осы Жүсіп Баласағұн. Білесіздер, ең алғашқы жаңағы түркі тілінде еңбекті жазған осы Жүсіп Баласағұн болып саналады екен. Түсінікті ғой? Келесі. Құтты білік. Кеттік енді. Келесі сұрақ. Үшінші сұрақ. 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарында екінші жартысындағы өнеркәсіптегі реформаларының кемшіліктерінің бірі дейді. Жалпы оқушылар бірінші давайте былай түсіндірейік. КСРО-ны басқарған ол кезде кімдер? КСРО-ны басқарған басшылар кімдер бар? Соларға тоқталайық бірінші. КСРО басшылары. Бізде КСРО басшылар рет-ретімен жазатындар болу керек, яғни ұбт-ға былай келеді. КСРО басшыларын хронологиялық реттілікпен қойыңыздар дейді. Сол кезде сіздер рет-ретімен жазып шығу керексіздер. Хотя бы жылын білмесеңіздер, примерно кім-кімнен кейін отырғанын білсеңіздер болады. Ленин отырады. Екінші, одан кейін Сталин бар. Одан кейін үшінші Хрущев. Вот ұбт-ға жаңағы осы сұрақ Хрущевқа байланысты. Төртінші бізде Брежнев. Сосын біздің кітапта бір кітапта айтылады, екінші кітапта айтылмай кететін екі тұлға бар. Ол біреуі Андропов, екінші Черненко. Вот осы тұлғалар бізде екі кітапта да айтылмаған, яғни біреуінде айтылған, тек қана сол үшін де ұбт-ға келмеуі мүмкін. И соңғысы ол бізде Горбачев. Түсінікті ме? Яғни бұл бізде КСРО-ның басшылары. Әрқайсының жылдары бар. Біреулер білетіндер шығар. Тез жазып шығайық. Ленин жалпы КСРО деген атау 1922-ден бастап айтылды. Сонда 24-ке дейін Ленин отырады. 24. Келесі, Сталин 1924-тен 1953 жылға дейін. 53 жылы қайтыс болады, оның орнына Хрущев отырады. Хрущев 1953 жылдан 1964 жылға дейін отырады. Брежнев 1964-1982 жылдар аралықтарында. Келесі, Андропов 1982-1984. Келесі, Черненко 1984-1985. И соңғысы Горбачев 1985-1989 деп аяқтайды. Не үшін 89? Өйткені хатшы деген нәрсе, яғни оларды КСРО-ның президенті деп айтпаймыз ғой біз. Бірінші хатшысы деп айтамыз, жалпы бірінші хатшысы болған 89, ал 89-дан бастап Горбачев кезіндегі өзгерістердің бірі, ол жерде басқару жүйесінде президенттік басқару жүйесі өзгереді. Сондықтан да КСРО-ның ең алғашқы президенті, ең соңғы президенті кім болып саналады десе, Горбачев деп айтасыздар. 1989-дан бастап 1991-ге дейін отырды. Яғни соңғы билеушісі болып саналады. Түсінікті ме? Енді сұрақ мынадай тұр. 50-ші жылдардың екінші жартысында деп тұр. Сонда бізде Сталин жатпайды. Екінші жартысы дегеніміз
елуді бөлестір просто не нәрсе жаңа 55-ке дейін сосын 57-ге дейін деген сияқты. Бұл жердегі жауаптардың бірі, яғни қарап шығайық, кемшіліктер деп тұр. Егер де сіз мына сұрақты примерно қиын деп ойласаңыз, просто яғни минусын іздеу керек. Яғни минусын іздеу керек. Енді іздеп көреміз. Экономикалық жекелеген салаларына тұтастай басшылық жасауға мүмкіндік берілді. Яғни бұл жерде наоборот плюс болып тұр ғой. Сондықтан мынау жатпайды. Келесі, өндіруші тұтынушы арасынан бұрыннан орын алған қатынастар ары қарай өрбіді. Яғни бұл да, яғни пайдасы наоборот болып кетеді. Келесі, кәсіпорындарда министрліктер қадағалап экономикалық тетіктер дұрыс жұмыс істей бастады. Яғни наоборот жұмыс істей бастамады десе, немесе дұрыс жұмыс істемеді десе, болар ма еді, иә? Сонда жауабы А варианты болады. Бұл қашан чоза заң десе, 1957 жылы Хрущевтің заңы. Яғни салалық басқару жүйесінен аумақтық принципке ауыстырады. Яғни ол былай түсіндірейік. Бұрында көмір министерствосы бар деп есептейік, оған жауап беретін көмір. Яғни көмір министерствосы, жалпы көмірге проблема болатын болса, көмір министерствосы кетеді. Енді келесі жалғастырамыз. Ал бұрын Хрущев не істейді? Бүкіл әкім немесе аумақты басқарып отқан адам полный министерствоға өзі жауап беретін болады. Яғни минусы осы да. Сол үшін де ОБОТ-да келеді. Брежнев келеді ғой одан кейін. Хрущевтің, яғни Хрущев кезіндегі сәтсіздікке ұшыраған аумақтық принципті қайтып салалық басқару жүйесіне ауыстырды деп келеді. Яғни осындай бір ерекше. Енді келесі нәрсе. Жалпы 50-ші жылдар әр КСР-ның басшылары отырған кезеңдер өзінің бір атаулары бар. Негізінен бір маңызды бір атаулары бар. Соларға бір тоқталып кетейік. Мысалы Горбачев кезеңін ол бізде қайта құру, қайта құру, орысша перестройка. Анау бұны былай жаттасаңыздар болады. Инстаграмнан уәде беретін адамдар бар ғой. Бүгіннен бастап мен таңертең ерте тұрам, ОБОТ нұсқа талдаймын, таңертең су ішем деп күнделікті тұрақты түрде. Яғни мен барлық жұмыс істеймін и Инстаграмға салып отырам. Вот, түсіндіңіз бе? Яғни не нәрсе? Бұл жариялылық. Яғни мен бәрін қайтып ойдан бастаймын деп айтатын. Бұл көбінесе оқушыларды понедельник бастаймын дейді, потом шайып кетеді деген сияқты. Окей, кеттік келесі. Брежнев кезеңі бар. Брежнев кезеңін ол қалай атайды? Тоқырау кезеңі. Яғни бұл застой деп атайды орысша. Тоқырау кезеңі ол кішігірім оқушылардың кезеңімен былай жаттасақ болады, выгорание. Не нәрсе, шаршап кеткеннен кейін, сосын өкінішке орай сенің андай фейл болып жатады экономиканы. Яғни ол минус неде Брежнев кезінде? Минусын айтып кетейік. Брежнев кезіндегі минустардың бірі ол дамып жатқан кәсіпорындарда одан әрі дамытпай жаңадан кәсіпорын аша береді. Анау болады ғой, мысалы математиктер особенно жақсы бөлу керек, есеп шығарады, мысалы сізге ОБОТ нұсқа береді, сіз тек қана өзіңіз шығара алатын ОБОТ нұсқасын, яғни есептерін шығара берсеңіз, сізде прогресс бола ма? Жоқ, иә? Сіз айналып ойдан жасай бересіз сол есептерді. Сол үшін де ал оған не істеу керек еді? Қиын есептерді шығару керек еді. Яғни қиын жаңадан, яғни дамыту керек еді. Сол үшін де бір минустардың бірі. Келесі Брежневтің тағы да бір минустардың бірі, ол кезеңде басқарған билеушілер тәуелсіз, яғни ұзаққа дейін отырды. Соның бірі мысалы Қонаев, біршама, яғни 64-тен бастап 86-ға дейін отырған еді. Ал Хрущев кезінде естеріңізде бар болса, Пономаренко, Брежнев, Яковлев, Беляев деп ауыса беретін еді, яғни тұрақсыз болған еді. Окей, келесі Хрущев кезеңі. Хрущев кезеңі басқарған жүйесін ол бізде жылымық кезеңі деп атайды. Жылымық кезеңі оттепель дейді атайды орысшасы. Яғни жылымық қатты аяздан кейін жылый бастайды ғой. Осы кезеңге болады. ОБОТ-да сұрақ бар. Жалпы қазақ даласындағы қуғын-сүргіндер қашаннан бастап ақтала бастады десе, 50-ші жылдардан бастап деп айтасыздар. Екі кезең бар, оқушылар ұмытпаңыздар. Бірінші кезеңі 50-ші жылдардан бастап, жаңағы Роза Бакиевтер, Сейфуллиндер, Асфендияровтар ақталатыны осы 50-ші жылдардан бастап. Келесі кезең ол бізде 80-ші жылдар, жаңағы Алаш зиялылары. Түсінікті ме? Алаш зиялылары 88-де ақтала бастайды. Яғни оны да тоже білу керекпіз. Жақсы, керемет, оқушылар активно жауап беріп жатыр. Тема. Кеттік, ехала. Үшінші сұрақ осымен бітті.
Сұрақтарыңыз бар болып жатса, қазір сабақтың соңына қарай тағы да қоятын боламыз. Окей? Келесі жалғастырамыз. Төртінші сұрақ. 11-ші ғасырда түркі тілінде жазылған алғашқы туынды дейді. Яғни сіз уже ғасырды білу керексіз и алғашқы туынды. Қателеспесем, мен жаңа талдау кезінде айтып қалдым. Ә, Окей, 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 окей. Яғни дұрыс жауаптарды ана жерде айтып жатыр екен оқушылар. Иә, құтты білік дейді, яғни көп оқушыларымыз. Дұрыс, яғни жауап құтты білік өте оңай. Спокойно жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Бірақ та сіз оны білдіңіз, құтты білік. Ал қалған варианттарын білесіздер ме? Давай соларды тоже талдап шығайық. Аха. Бірінші сұрақ, яғни А варианты, яғни жауаптардың бірі. Кодекс Куманикус. Кодекс Куманикустың басқаша атауы Құмандар кітабы деп аталады. Яғни Қыпшақтар кітабы. Бұл бізде бұрында, яғни сіздер қазіргі таңда телефон бар ғой, Google Translate, чат GPT форматта, яғни AI дамыған дегенде. Бұрында бізде сөздік болатын ағылшын тілінде. Dictionary, яғни сөздік. Орысша және де ағылшынша, отырасың сөзбен сөз аударып дегендей. Вот, кодекс куманикус, яғни ол сондай бір аударма кітап болған. Түсінікті ме? Яғни қыпшақ тілін үйрену үшін, яғни сол не нәрсе жаңағы аударылған екен. Европалықтар үшін. Енді кодекс куманикусқа байланысты қандай сұрақ бар? Біріншіден, ол жазба дерек, яғни жазбаша жазылған. Екінші нәрсе, бұл еңбек Петраркадан табылған. Петраркадан табылған. Түсінікті ме? Петраркадан табылған. Қазіргі таңда Венецияда, яғни Петраркадан табылды деп жазайық. И қазіргі таңда Венецияда сақтаулы. Венецияда сақтаулы. ұбт-ның сұрағы, яғни кодекс куманикус деген нәрсе. Келесі бізде сұрақ, вариант даналық кітабы деген бар. Даналық кітабы не туралы айтылған? Яғни даналық кітабы ол бізде басқаша атауы бар. Яғни басқаша атауы ол бізде ойбай, диуани хикмет деген. Түсінікті ме? Диуани хикмет. Диуани хикмет. Диуани хикмет, оқушылар. Диуани хикмет кімдікі? Диуани хикмет ол бізде Қожа Ахмет Яссауи. Қожа Ахмет Яссауи қазақ даласында сопылық ілімді, суфизм, мысалы намазды, там исламның 5 парызы болса, ол тағы да дополнительно там сүннет анымына одан да ары, яғни істер жасап кетеді, амалдар жасайтын. Сопы, яғни сондай форматта. Диуани хикмет бұл қай уақытта жазылған болып саналады, яғни бұл бізде 12-ші ғасыр ғасырларға тән бізде еңбек болып саналады екен. Түсінікті ме? Енді Қожа Ахмет Яссауиға байланысты ұбт-ды контекстте келе алады. Сосын жалпы кішігірім бір айтып кетейік. Бірінші даналық кітабы, ол не айтамыз? Бірінші даналық кітабы не айтуға болады? Қожа Ахмет Яссауидің ұстазын айтайық біріншіден. Ұстазы Арыстан баб, оны көбі біледі. Одан уже шатаспайды деген ойдамын, оқушылар. Келесі оның шәкірті ше. Шәкірті кім? ұбт-ға келді. Шәкірті хакім ата атанған Сүлеймен Бақырғани. ұбт-ның сұрағы. Көп оқушыларымыз қазіргі орта ғасырлар тақырыптарынан шатасып, яғни аз алып жатыр. Өйткені қазір енді соңғыларын өтіп кеттік, сол үшін де соған яғни қайталап отыру керек екен. Сосын тағы да не айтамыз? Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдыртқан 1397 жылы Әмір Темір. Тоже оны да білу жүру керекпіз. Келесі түркі шежіресі, ол бізде Әбілғазы Баһадүр. Әбілғазы Баһадүр, яғни Хиуа ханды болған, Баһадүр. Келесі Әбілғазы Баһадүр көбінесе есім хандар туралы айтқан, 16-шы ғасырлар кезін айтады. Түркі шежіресі басқаша атауы шежіре түрк деп атайды, яғни тоже оны да біліп жүріңіздер. Келесі құтты білік, яғни ол бізде жаңа айтты, құдадығы білік Жүсіп Баласағұн. Жүсіп Баласағұн Баласағұн қаласында дүниеге келген. Яғни сөйтіп жаттасаңыздар болады. Жақсы. Келесі
Келесі сұрақ. Бесінші сұрақ. 19 ғасырдың ортасында ірі жәрмеңкелер мен олардың орналасқан жерлерін сәйкестендіріңіз дейді. Яғни бізде варианттар тұр, и соны бір қарап шығайық, тезірек белгілейміз. Аха. Мгм. Окей. Жәрмеңке. Жалпы пока что сіздер жаза беріңіздер, мен жәрмеңкенің маңызын айта берейін, иә? Жәрмеңкелердің маңызы неде? Жәрмеңкелер маңыздысы, яғни екі нәрсе болған. Бірінші, ол өздеріне керек заттарын сатып алады. Мысалы, элементарный бір қызық нәрсе. Бір спичканы бір қойға сатып алған сол кезеңде. Яғни не болмаған, баға дұрыс болмаған. Қасиетті от деп маркетинг жақсы да, и сонымен сатып алып кеткен. Келесі нәрсе, ол жақта жиналыс жасайды и адамдар өнерлерін көрсетеді. Жаңағы Қажымұқан Мұнайтпасұлы, Майра Шамсудинова, айтыскерлердің барлықтары сол жәрмеңкелерде өнер көрсеткен екен. Енді атақты бізде жәрмеңкелер, давайте соларды бір рет-ретімен белгілеп кетейік. Қоянды Ботов атақты жәрмеңке, ол жәрмеңке Қарқаралыда орналасқан, яғни Ботов негізін қалаған 1848 жылдан, яғни жазасақ 1848 жылдан 1930 жылдар аралықтарына дейін жұмыс істеген екен. Ең ірі жәрмеңкелердің бірі. Ойыл, Орал. Тағы да варианттар бар еді. Темір деген ешті. Орал, ойыл, темір деген тоже жатады екен. Келесі, мен как раз Семейдемін, яғни бұл жерде жауабы шар, яғни шар Семей. Аха, ана жақта А деп былай жасасайық, чтобы түсіну үшін. И келесі Қарқара дегеніміз верный. И сосын енді қараңыздар, мен сіздерге ұбт-ның вообще бір апелляционный бір сұрағын айтайын. Ну, ұбт-ға құтылып кетті. Қандай? Давайте былай айтайық. Мысалы, екі кітапта екі түрлі информация бар. Мысалы, 8-ші сыныптың кітабында Тайынша көл деген жәрмеңке бар еді, атақты жәрмеңке. Тайынша көл. 8-ші сынып Атамұра баспасында оқушылар Тайынша көл Павлодарда орналасқан дейді. Павлодарда. Окей? Келесі. 11-ші сыныптың кітабында ол Петропавлда орналасқан деп келеді. Сұрақ, ұбт-ға келе ала ма? Бұл апелляция ғой. Павлодар немесе Петропавл. Қалай келе алады ұбт-ға? Екеуінің орналасқан жері, ол бізде екеуі де келе алмайды оқушылар. Бұл жерде ұбт-ға келе алады. Екеуі орналасқан жері солтүстік Қазақстан ғой. Жауабы сол. Солтүстік Қазақстанда орналасқан жәрмеңке қандай жәрмеңке десе, Тайынша көл деп жауап бересіздер. Окей? Келесі, Сырдария, ол Әулиеата, біліп жүріңіздер. Атбасар, Петров, Ақмола, Константинов, Еленов. Вот осылар бізде жәрмеңкелер. Енді давайте варианттарын ішінен қарасақ. Бір Б болу керек. Уже түсінікті, иә? Қоянды Ботов, Қарқаралы сразу уже жауабы шығып тұр екен, иә? Екісі, үш, тоже тексере салайық. Үш бізде Д депті, иә. Келесі, төртінші А болады. Окей, келесі сұрақ. Оқушылар, сұрақтар түсінікті ме? Біз семей достықтанбыз, что, в общем, бір достықпыз, өйтіп бөлініп керек емес сияқты. Аха, кеттік. Алтыншы сұрақ. 1932-33 жылдары Тұрар Рысқұлов пен Исаевтың Сталинге жазған хаттарындағы қарастырылған мәселе не туралы айтылған? Соны бір талдап кетейік. Енді қараңыздар, жауабы ашаршылық. Окей, бірақ ана жерде вариантта ашаршылық туралы жоқ қой. Қалай жазасыз? Яғни бізде ашаршылық деген кезде бір оқиғадан кейін болған, жауабы дұрыс белгіледіңіздер. А варианты болады, күштеп ұжымдастырудың зардабы. Аха. Енді түсіндіріп кетейік примерно. 1900, давайте по порядку келейік, оңай нәрсе. 1921 жылы бізде жест деген нәрсе болады, оқушылар. Жаңа экономикалық саясат 10-шы съезде қабылданады. Яғни бұл капитализм. Яғни Стив Джобс, Microsoft, Apple форматында примерно түсініңіз. Аха. Неге? Ол кездегі ерекшелік жест кезінде жерді жалға ала аласың. Жалдамалы жұмысшыларды ала аласыз. Яғни сіз уже ақша табасыз. Түсінікті ме? Левый жасайсың деген сияқты. Ал оған дейін просто жесттің алдында бір өте ауыр нәрсе болған еді. Азамат соғысы. Азық-түлік салғыртты. Яғни не нәрсе? 70% мемлекет
сізден зарплатаңызды алып алады, яғни өніміңізді. И соның кесірінен бізде ашаршылық болған дейді, что не только 31-33, тағы да ашаршылық 21-22-де болған, окей? Next, потом келесі нәрсе ол индустрияландыру. Яғни индустрияландыру. 1925 жылы индустрияландыру болып саналады, оқушылар. Бұл бізде қай съезд десе, 14-ші съезд, оқушылар. Ұмытпаңыздар. 14-ші съезд. Түсінікті ме? 14-ші съезд 1925 жылы, яғни бұл бізде былай айтады, яғни Сталин келетті, короче, біз Европадан артта қалып қалдық, біз импорттаушы елден экспорттаушы елге ауысу керекпіз. Яғни біз ақша жасау керекпіз, яғни давайте көбірек, яғни не нәрсе техникаға ауысу керек. Яғни Европа бізден 100 жыл алға қарай кетіп қалды, сол үшін де 10 жылда бітетін нәрсе 5 жылда біту керек. Вот осының индустрияландырудың мысалы ретінде, мысалы Түрксіб темір жолын айта аласыздар. Түркістан Сібір темір жолы 5 жылда салыну керек, ол 3 жыл 8 айда салынып біткен екен. Келесі, енді біздің сұрақтың жауабы ретінде 1927 жылы ол бізде 15-ші съезде, яғни ұжымдастыру, орысша коллективизация деп атайды. Яғни біз сөйтіп жасап жатырық данный момент, білесіздер ме? Кішігірім коллективизация жасап жатырық. Не істеп жатырық? Бүкіл достықтың адамдарын бір какой-то зумға тығып қойдық. Бұл коллективизация ғой, короче. Не нәрсе, просто онлайн болып қалды да. А так негізінен елестетіңіз, бүкіл достықтың оқушыларын барлықтарын бір кабинетке кіргіздік. Сондай нәрсе. Яғни коллективизация немесе қазақ даласында жан жақта, яғни өмір сүрген кең дала ғой. Солардың барлықтарын бір жерге поселоктарға жинай бастаған. Түсінікті ме? Бұл ұжымдастырудың кесірінен қазақтардың малдарын тартып алған, асатаяқ қалмасын деген, яғни сондай бір сөздері болған. Соның кесірінен бізде яғни ашаршылық болды. Жалпы сол ашаршылықтың зардабы туралы 2 адамдар жазған, яғни хаттар бар. Ол қандай хат? Біреу бесеудің хаты деген бар. Бесеудің хаты. 1932 жылы товарищ Голощекинге жазылады. 1932-де. Голощекинге айтады, қара дейді, 6,2 миллион адамнан 2,1 миллион адам қайтыс болды. Келесі нәрсе, бізде 40 миллион малдан 4 миллион мал қалды. Сондай бір деректер айтады. Сосын келесі, Қазақстаннан кеткен еще миллионнан астам Қазақстаннан кетті. Яғни сондай бір минустарын айтады. И өкінішке орай сен, яғни ұлтшылдық, яғни сендер асыра сілтеп жатсыңдар деп айтады. Соның ішінен бесеуінің хаты Ғабит Мүсірепов, Ғатауллин, Алтынбеков, Қуанышев, сосын Дәулетқалиев. Осы бесеу бізде бесеуінің хаты болып саналады. И келесі, өзінің жұмысын бәстігіп, яғни Тұрар Рысқұлов орынбасар не істеді? Сталинге хат деген нәрсе жазды. Түсінікті ме? Сталинге хат. Сталинге хат бұл жаңағы Сталинге жазылады, бірақ та орта жолдан тартып алады. Өкінішке орай сәтсіз болады. Енді қараңыздар, ұбт-да жаңа сұрақты айтайын. ұбт-да келіп жүрген жаңа сұрақ, яғни Голощекин кімнің арқасында, кімнің хаты арқасында жаңағы жұмысынан босатылды десе, жауабы Исаев деп айтасыздар. ұбт-да сұрақ. Окей? Кеттік, келесі сұрақ. Лагерь білесіздер, атақты лагерлер, ГУЛАГ деген нәрсе. Келесі 7-ші сұрақ. Есім ханның қазақ хандығының саяси жүйесіне енгізген өзгерістерінің бірі. Жауабы қалай ойлайсыздар? Яғни Есім хан не істеді? Ау дейді. Қараңыздар, бірінші нәрсе, жүйесінде енгізген нәрсе, ол діни қызметкерлер туралы вообще айтылмаған. Шыңғыс хан ұрпақтарының саяси құқықтарын күшейтті дейді. Наоборот, күшейтпеген, наоборот, кемсіткен. Билердің құқықтарын шектеу қойды, наоборот, оларды шектемеді, олар билікке келгізе бастайды. Жауабы Д болады. Есім хан жалпы, Есім хан өте добрый болған. Өте добрый. Бұл туралы дерек қалдырғандар Әбілғазы мысалы айтады. Өте қонақжай, мейірімді хан болған дейді. Еңсегей бойлы болған дейді. Келесі, ол кісінің өлімі туралы 1628 жылы
Есім хан қайтыс болды, яғни Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қасына жерленген деп айтқан Махмуд ибн Уәли. оқушылар ұмытпаңыздар, осы Махмуд ибн Уәли екі адамның өлімі туралы айтады, яғни қай жақта жерленген, жалпы жерленген, қайтыс болғандығы туралы. Ол біреуі Есім хан, екіншісі өзбек хандығындағы Әбілхайыр ханның туралы. Түсінікті ма? Махмуд ибн Уәли осы 1628-де Есім хан Түркістанда жаңағы Яссауидің кесенесінің қасына жерленді деп айтады. Енді қараңыздар, ұбт-дағы сұрақ, осы жазда ғана келген сұрақ. Бұл кісі кезінде ең уау нәрсе, ұлыстық жүйені, ұлыстық деген жүйе бар, сұлтан деген понятие, соның орнына жүздік билік келе бастайды. ұбт-дағы сұрақ. Прикиньте, вот нәрсе бар. Бізде жүздік деген кезде миымызда кім бар еді? Жүздік деген кезде миымызда Тәуке болады. Дұрыс қой, өйткені там Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Но ең алғашқы шагты жасаған осы Есім хан екен. Келесі Есім хан кезінде тұрақты түрде Астана болатын, ол Түркістан қаласы, яғни Түркістан қаласы қай хан кезінде Астана бола бастады? Осы Есім хан кезінде. Есім ханның добрылығын пайдаланған билеуші бар, ол билеушінің аты бізде Тұрсын, Әттен Тұрсынды сіз жамандай алмайсыз. Не үшін? Өйткені оның атақты ұрпағы бар. Әлихан Бөкейханов осы Тұрсын ханның ұрпағы болып саналады. Яғни кім білмеді, тоже бір біліп жүріңіздер мына информацияны. Тұрсын ханның бүлігі, қатаған қырғыны, хан емесін қасқырсын, қаралбаста бастырсын, еңсегей бойлы ер есім, алғалы келді жаныңды, төккелі келді қаныңды деп айтады. Яғни жиенбетте и марғасқа жырауды осы Есім ханның жаңа Тұрсын ханды өлтіруі туралы айтады екен. Окей, кеттік, жалғастырамыз оқушылар. 7-ші сұрақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сұрақ бізде 8-ші сұрақ. Ақпан төңкерісінен кейін жас қазақ қоғамдық ұйымы құрылған қала. Тезірек белгілейміз. Өте оңай сұрақ, уже всегда келіп атқан нәрсе. Жауабы әрине Ақмола. Қинап керек емес сияқты. Ақмола жас қазақ ұйымының құрылған қаласы. Бізде екі бар тағы да. Ол біреу Петропавлдағысы бар, оқушылар. Петропавлда ол бізде Талап деген оқушылар. Ұмытпаңыздар, Талап. И сосын тағы да жастар бір нәрсе дегені бар. Яғни жастар демократиялық партиясы форматында, яғни омбыдағы жас туралы кетеді. Келесі, енді қараңыздар, жалпы ақпан төңкерісі қай жылы болды? Ақпан төңкерісі 1917 жылы, 17 жылы ақпан айында болады, логикалық салғанда, но біздің календарға айналдырғанда наурызда. Ол қалай? Бұрында яғни Ресей патша үкіметі кезінде ол жердегі календар біздің календар сияқты болмаған, Григориан календар болмаған. Ол жердегі календар яғни Юлий Цезарь форматындағы примерно сондай календар болған. И сол үшінде яғни ол ақпан айы біздің наурыз айына жатады екен. Өйткені сол кезде көтерілісті жасаған негізінен елдер болды. Соны біліп жүріңіздер. Келесі, енді қараңыздар оқушылар. Жалпы ақпан төңкерісінің нәтижесі не? Нәтиже деп жазайық. Нәтижесі қандай ақпан төңкерісінің? Ақпан төңкерісінің нәтижесі бірінші. Ол қос үкімет орнайды. Ол екіншісіне жататын шығар. Қос үкімет орнайды. Яғни уақытша үкімет и келесі кеңес үкіметі. Екінші, ол бізде жазып қойып монархия құлайды. Яғни Романовтар әулеті баяғыдан бастап 1613 жылдан бастап 1613 жылдан бастап отырған әулет 1917-де уже құлайды екен. Яғни соңғы билеушісі екінші Николай. Түсінікті ма? Тоже мына нәрсені біліп жүріңіздер. Окей, кеттік, уақытымыз аз қалды. Жалғастыру керек. Келесі сұрақ. 10-ші сұрақ. 1867 жылдардағы реформа бойынша құрылған облыстарды өздерімен сәйкестендіріңіз дейді. Енді қараңыздар, сіз мына сұрақты егерде географиядан сен сәл-пәл жақсы болсаң табасың. Сәл-пәл. Егерде сіз географиядан өкінішке орай болсаңыз, то енді әрине өкінішке орай болады. Түсінікті ма?
Енді қайсы жауаптарын қараңыздар. Жалпы давайте былай бір лайфхак айта салайыншы. Білесіздер ғой, үш реформаны да басқарған, енгізген Александр болып саналады. 22-24-тегі реформа бар, иә. Сіздерге бір подсказка берейін, яғни лайфхак. Окей деген сөз бар ағылшынша. Иә. How are you? Окей деп айтатын. Окей деп жаттасаңыз болады мұнан. Неге? Өйткені орта жүз, кіші жүз деген сөз. 1822-де орта жүзде хандық билік жойылады. 24-те кіші жүзде хандық билік жойылады. Түсінікті ма? Келесі. 1867-1868 жылдардағы реформа полный Қазақстанды қамтиды. Келесі 1886-1891 жылдардағы. Яғни тоже Қазақстан, бірақ та екі губернаторлыққа бөлінеді. Ол Дала и Түркістан. Енді бұл үш реформаны да бекіткен Александр. Бірақ та қандай Александр? Рет-ретімен жазылыстырып просто. Бірінші Александр, екінші Александр и үшінші Александр. И все. Оңай сол. Түсінікті ма? Енді қараңыздар. Сонда 1867-68 жылдарда реформа бойынша құрылған облыстар өздерімен сәйкестендіріп, просто мына тек кестені жаттап алыңыздар хотя бы. Окей, мына нәрсені біліп жүріңіздер. Яғни Орал, Ембі, ана мынау деген сияқты. Давайте просто белгілей салайын ана жерде. Жетісу, Сырдария деген кетеді, ол бізде С. Яғни сонда бір С болу керек. Мұнан өшіріп тастайсың, мұнан өшіріп тастайсың. Екінші, Орал, Торғай деген нәрсе кету керек. Орал, Торғай ол бізде жем, елек. Яғни елек Ақтөбе жақ, яғни Орал. Енді қараңыздар, екі сонда А болу керек. Сонда бір С, екі А, яғни жауабы да болады. Түсінікті ма? Үш реформасы бойынша үшінші Александр бекітті ме? Үшінші, яғни 80, қараңыздар оқушылар. 22-24-те бірінші Александр, 67-68 екінші Александр, үшінші ол 1886-91. Егер кітапта сондай қателік болуы мүмкін, может быть, дұрыстаңыздар, окей? Оны мұғалімдеріңізге тағы да бір айтсаңыздар, ағай. Екінші емес пе Александр? 55-те отырмай ма дейді. Қараңыздар оқушылар. Бірінші Александр отырады, 25 пен 55 жылдар аралықтарында бірінші Николай отырады. 55-тен бастап уже сосын жаңағы екінші Александр отырады. Потом ғана 1082-де ғана кім келеді? Үшінші Александр келеді. Яғни осылай, точно. Үйімтігім. Кеттік. 10-шы сұрақ. Қарақұм құрылтайында бүкіл қазақ жасаған жетекшісі болып тағайындалған қазақтың батыры, яғни Қарақұм қай жылы болады? 1710 жылы болады. Ол кезде қазақтың ханы Тәуке хан болады. Оны да біліп жүріңіздер. Бұл жауабы бізде Бөгенбай болады, оқушылар. Бөгенбай батыр. Бізде екі құрылтай бар. 1726-дағысы бар, тағы да Ордабасы деген бар. ФК Ордабасы деп жаттасаңыздар болады. Шымкентте орналасқан. Яғни Ордабасы тауында бұл сұрақ бар. Ордабасы да құрылтай не үшін болды десе, өйткені Жетісуды азат ету үшін жақын болды. Түсінікті ме? Вот осындай нәрсе тоже біліп жүріңіздер, окей? Келесі, енді жалпы екі шайқас бар. Ол 1728-де Бұланты деген шайқас бар. Екінші, 1730-дағы ол бізде Аңырақай деген шайқас бар. Жоңғарлар аңырап тұрып қашты дейтін бір дерек осы жерде айтасыздар, окей? Біз енді жеңген жерлерімізді қалмақ қырылған дейміз. Енді көбінесе бізде жаңағы Бұлантыдағысын қалмақ қырылған деп атайды. Енді жаңағы айттық қой, жетекші болды деп келген кезде Аңырақайда мысалы жетекші болған Әбілқайыр. Егер де вариантта мысалы Әбілқайыр болса, көп адам шатасуы мүмкін еді. Өйткені неге? Аңырақайда ол жетекші болды ғой. Осындай нәрсені біліп жүріңіздер. Кеттік, енді контекстке келейік. Бізде 7 минутымыз қалыпты. Содан кейін уже басқа сабақтар болса да.
Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып Сырдарияның төменгі ағысында бойындағы қалаларды бағындыруға жіберілген Шыңғыс ханның ұлын анықтаңыз дейді. Ә, мхм, окей. Бізде жошы. Жауабы иә жошы болады оқушылар. Жошы. Ә, дұрыс жауабы осы. Яғни жалпы Шыңғыс ханның бәйбішесінен туған төрт ұлы бар ғой. Осыларды жасайық. Давайте қастарына жасайын. Үгедей мен Шағатай отырарға шабуыл жасайды. Что? Төле ана жерде шатасып кеттік. Төле ол бізде шабуыл жасайды. Папасымен бірге Хорезм мен Бұхар жаққа шабуыл жасайды. Сосын мысалы енді Сырдарияның төменгі ағысын демекші, сол именно қай қаланы шабуыл жасады деген кезде бір жылы бар даже. 1220 жылы Сығанақ қаласын басып алды деп келеді. Яғни Сығанақ 7 күн ұстайды дешті, оны да білетін шығарсыздар. Кеттік. Келесі сұрақ. Отырар опаты оқиғасына себеп болған жағдайды анықтаңыз. Бізде отырар опаты болған жылы 1218 жылы. Жаңағы отырардың билеушісі Қайыр хан, білесіздер Қайыр ханды, и Хорезмнің шахы Мұхаммед, яғни Мұхаммед. Осы екеуі ақылдаса отырып, жаңағы отырар опатыдағы жаңағы саудагерлерді өлтіріп тастайды. 450 саудагер қырылады, өліп қалды. И 500 түйе керуенін тартып алатын. Түсінікті ме? Бұл типа жаңағы Шыңғыс ханның тыңшылары келе деп сыбыс келеді. Сол кезде Қайыр хан мен Мұхаммедтің ақылдаса отырып, не нәрсе жаңағы саудагерлерді өлтіру деп бұйырады. И Шыңғыс хан как будто менің саудагерлерімді өлтірдім деп себеп қылып, жаңағы біздің Қазақстан жеріне шабуыл жасайды екен. Яғни жауабы сонда моңғолдардың сауда керуенін жоюы деп саналады. Вот ондай бір себептер бар. Кетті, келесі. Картаны және тарихи біліміңізді пайдаланып, Қазақстан жеріндегі мұсылмандар моңғол жағынан шығу себептері. Жауабы, ғибадат жасауға еркіндік беруі. Не үшін Жетісуда бір оқиға бар. Өйткені Жетісуға, білесіздер, екі қараханым бар ғой, батыс қарахан, шығыс қарахан. Шығыс қараханды наймандар жаулап алған еді. Олар сол жаққа христиан дінін тарата бастайды. Яғни қысым сол жасады мұсылмандарға. Сол кезде сол жақтағы мұсылмандар Шыңғыс ханды как герой ретінде көрді де, не істеді? Шыңғыс хан айтты: мен сендерге ешқандай да діни қысымшылық жасамаймын, яғни сендер өзің білесің деп айтады. Түсінікті ме? Вот осының себебінің арқасында шығыс қараханда яғни ғибадат жасауға еркіндік беріледі. Яғни сонда наймандардың өздеріне қарсы шығады. Яғни сол кезде наймандардың билеушісі ол кезде күшлік, яғни қайтыс болады. Наймандардың билеушісі күшлік қайтыс болады. Вот осындай бір сұрақ бар. Келесі сұрақ. Картаны және тарихи біліміңізді пайдаланып, моңғол шапқыншылығына қарсы дұрыс дәйектерді анықтаңыз. Яғни дұрыс дәйек, яғни дұрыс болу керек сонда. Окей. Жетісуда 3 моңғол ұлысының шекаралары түйісті. Өте дұрыс жол. Яғни Шыңғыс ханның 4 ұлы бар, соның атақты 3 ұлы бар, Жошы, Шағатай, Үгедей. Солардың территориясының түйіскен жері ол Жетісу. Бұл сұрақ бар. Баласағын тұрғындары моңғолдарға қақпасын ашты дейді. Давайте мынаны ойланайық. Негізінен осы болу керек. Келесі, Сығанақ қаласының тұрғындары жауға 7 ай. Вот 7 ай минусы, келмейді. Келесі, моңғолдар Ашнас қаласына қайырымды қала. Қайырымды қала бізде Ашнас емес, қайырымды қала Баласағұн қаласы бар. Түсінікті ме? Баласағұн еді. Сонда жауабы бізде 1 и 2, яғни А варианты. Окей? Жент тоже қақпасын ашып, яғни келіссөз жүргізді деп айтады. Вот олда да бар негізінен. Бұтыра ешті тоже біліп жүріңіздер. Сосын жаңа Ашнасқа байланысты айтайық. Сол ғана қалды ғой. Ашнас бізде 15 күн ешті. Оңтүстік Қазақстанда орналасқан. Бұлардың барлығы оңтүстік Қазақстанда. Окей? Келесі контекст. Картаны және тарихи білімімізді пайдаланып, Шыңғыс ханның мұрагерлерін, яғни территория, ұлыс, Шыңғыс ханның, яғни ұлдарына бөліп берген жерлерді ұлыс деп атайды. Жошы ертістен батысқа дейін, яғни жауабы, яғни
Біріншісі мынанікі келеді. Өйткені жошы айтады, яғни ертістен бастап Еуропаға ат тұяғы жеткенше дейін сол жер сендердікі. Яғни Қазақстан жошы, Алтын Орда, Ақ Орда, Ноғай, Сібір хандығы, Қазан, Қырым, солардың барлығы жошының жері. Оңтүстік пен оңтүстік шығыс Қазақстан, орталық Азия жері ол бізде Шағатай. Жетісуның солтүстік шығыс бөлігі және де тағы да батыс Моңғолия деген бар, ол бізде Үгедей. Сонда қандай АЭБ, иә? АЭБ мынау болады. Сосын давайте мен сіздерге осы жерде бір кішігірім информация айтайын. Тағы да ұлдары бар ғой, ұрпақтары бар. Мысалы Төле деген аяп кететін адамдар бар шығар. Төле дегеннің негізінен атақты үш ұлы болған, оқушылар біліп жүріңіздер. 10-шы сыныптың информациясы. Ол Мөңке деген бар, мысалы атақты билеуші. Мөңке 1259-да қайтыс болады ешті. Мөңке қайтыс болғаннан кейін Моңғол империясы ыдырайды. 69-да Талас өзенінің бойында жиналыс өтеді. Сол кезде әрқайсы тәуелсіз мемлекет атанып кетеді. Келесі Хулагу деген бар. Хулагу Иранда, яғни аббасидтерді құлатады, сол жақта басқарады, яғни Шыңғысхан ұрпақтарын ол жерде Илхандар деп атаған. Тоже бір информация. Келесі Мөңке, Хулагу. И үшінші сұрақ, үшінші адам ол бізде Құбылай хан. Ханбалық, яғни Қарақорымнан Ханбалыққа ауыстырды дейді. Яғни Ханбалық Пекин, Бейжің. Сол жаққа өздерінің астанасын ауыстырды. Юань империясын басқарды 1368-ге дейін. Юань империясы. Бұлардың бүкілдері, яғни үшеуі Төленің ұрпақтары, ешті. Тоже оны да біліп жүріңіздер, оқушылар. Яғни бұл да информация ұбт-да бар. Түсінікті ме? Кетті, келесі. 16. Қазақстан аумағы моңғолдар, яғни тоже контекст моңғол, яғни заңдар жинағы бізде жасақ деп атайды, немесе ясса деп атайды. Оқушылар, уақыт бермей қойғаным үшін кешірім сұраймын, уақыт үлгермей қаламыз ба деп ойладым. Яғни ясса жасақ екі бөлімнен тұрған, бір бөлімі ол жалпы заңдар, екінші Шыңғысханның жаңағы цитаталар деп айтсақ болады, яғни шешімдері. Түсінікті ғой? Кеттік. Яғни ол туралы көбінесе вот мына жерде ключевой сөз Марко Поло деген сөз. Яғни Шыңғысхан туралы дерек қалдырған адамдардың бірі көбінесе осы Марко Поло болған. Кеттік, келесі. Ертістен Еділге дейін оны талдап керек емес шығар, уже айттық жаңа. Жошы. Естеріңізде ғой. Кеттік, келесі. Орта Азияға жорыққа шығуына сылтау болған, яғни сылтау болды. Ол бізде жаңағы не? Отырар опаты. Отырар опатының арқасында қазақ жеріне шабуыл жасап кеткен. Келесі Қайырымды қала айттық, жаңа біз талдаған кезде айтып кетіппіз. Баласағұн қаласы. И соңғы сұрақ мынауда тоже айтылды. Жошы ұлысы 1Б, 2С, 1Б, 2С, 3А. Мынау болды. Оқушылар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Давайте мен қазір дауыс шығарсам естіле ме сіздердің? Дауыс шығара аласыздар, дауыс айта аласыздар. Сұрақтары осы жерде бар болса, бітіп қалды, 1 сағат өтіпті, қазір 50 минут өтіпті. Қазір келесі дүниежүзі тарихшы сабақтар болады. Бұл қандай? Яғни бұл бізде оқушылар не? ұбт-ның ақылы нұсқалары. Күнде болады, 26-сына, яғни бүгін бастадық. Тест-центрдан алынған, андай не емес, ойдан құрастырылған, жалпы ойдан құрастырылған емес, кәдімгі шын ұбт-дағы болған сұрақтар. И так что бәрі нәрсе естеріңізде қалады деген ойдамын. Бұлардың барлықтарын сіздерге слив, яғни неге жібереміз? Группаға жібереміз. Сабақ ұнады деген ойдамыз, сақталады, запись сіздерге қазір жіберем сабақтан соң. Сұрақтарыңыз бар болса бәрі четко, яғни уайымдамаңыздар. Ана жаққа реакция жіберіп отырыңыздар группаларға, бізді қолдаңыздар, отмет етіңіздер инстаграмдарға, яғни бір тоже сіздерге бір көмек, біздерге бір көмек болады. Яғни бір онлайн сіздерге де бір көмекші болады деген. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.